Темір бетон бұйымдары учаскесі күрделі құрылыс дирекциясының маңызды учаскесінің бірі. Бүгінгі таңда онда еңбек етіп жүрген 7 адам. Бірақ олардың әрбірі бірнеше мамандықтың иесі. Соның арқасында учаске тиімді жұмыс атқаруда және 5S жүйесін күнделікті өндірістік қызметте белсенді қолданып келе жатқан учаскелердің бірі. Что такое 5S? 5S это называется рациональное использование рабочего места. 5S деген не? Бұл жұмыс орнын тиімді, ұтымды пайдалану. Әр қызметкер өз жұмыс орнында құрал саймандарды сұрыптайды. Қажетті емес және сирек қолданылатын деп бөледі. Қажет емес деп бір ай немесе одан да ұзақ уақыт пайдаланылмайтын құралдарды айтамыз. Ондай құралдар алынып тасталады. Күнделікті әр ауысым сайын қолданылатын құралдар ғана қалдырылады. Бұлар құрал саймандар, бөлшектер, қосалқы бөлшектер, яғни жұмысқа тікелей қажет заттар. Бұл 5S жүйесінің бірінші қадамы. Екінші қадам тәртіпті сақтау. Тәртіп деген тәртіп. Біз әрбір құралға өз орнын белгілейміз. Олардың әрбірінің өз орны болуы тиісті. Үшінші қадам жұмыс орнындағы тазалықты сақтау. Мысалға, дәнекерлеушілерді алайық. Ол металмен, газбен жұмыс істейді. Осыған қарамастан, ол жұмыс орнында тазалықты ұстауы қажет. Онда да барлығы белгіленгені жөн. Оң жақта электродтар, сол жақта қысқыштар, тістеуік, дәнекерлеушінің қалқаншасы. Сол жағдайда қызметкер бәрін нақты білетін болады, қайсысы қайда тұрғанын. Артық заттарда кездеседі. Мысалы, бір металл қалдықтары немесе 2 балға жатуы мүмкін. Егер 1 балға жеткілікті болса, екіншісін алып тастаймыз. Төртінші қадам стандарттау. Бұл анағұрлым жүйелі ғылыми тәсіл. Сызбалар қызметкер үшін белгіленген жұмыс тәртібі. Ал 5-ші қадам үздіксіз жетілдіру. Бұл әрбір қызметкерге қатысты. Ол өз жұмысын үнемі жетілдіріп отыруы тиіс. Для каждого рабочего тоже касается, потому что он должен совершенствовать свою работу. Сонымен бірге 2025 жылы бұл учаскенің нөмір 1 цехы 5S талаптарына сәйкес ұйымдастырылған үздік нысан байқауында өнім жасау бойынша үздік бөлімші аталымы бойынша жеңіске жетіпті. Бұл жүйелі жұмыс пен тәртіптің нақты нәтижесі. В конкурсе мы участвовали. Біз байқауға қатыстық. Комиссия мүшелері келіп бәрін көріп шықты. Бізде кайдзен бойынша ұсыныстар болды. Барлық таза, барлық құрал жабдық өз орнында тұрды. Әрине бұл комиссияға ұнаған шығар. Кейін бізге бірінші орынды иеленгенімізді хабарлады. Бірінші орын алғанымызға қуаныштымыз. Біз мұның барлығын байқау үшін емес, өзіміз үшін жасаймыз. Егер біз сапалы өнім шығарсақ, және оған қатысты ешқандай шағым болмаса, бұл өзіміз үшін де тиімді. Құдайға шүкір, шамамен 5 жыл бойы төтенше жағдайда өнімізге қатысты талап арызда болған жоқ. Продукции не было.